продюсер болып қанша ақша таба аласыз? Яғни мен YouTube продюсер болып қанша ақша таба аламын деген сұрақ туындайды. Бастай салып бірден миллион табу ол фантастика. Өйткені сізге сенім арту үшін сіз өзіңіздің қолыңыздан келетін нәрсені клиентіңізге дәлелдеу керексіз. Мен мынандай канал аша аламын, бетіндегі дизайн жасай аламын, бүйтіп контент план жасаймыз, бүйтіп жүктеп отырамыз деп. Мақұл, YouTube продюсер болдым, бірақ клиентті қайдан алам деген сұрақ туындайды. Ең бірінші жолы бұл кәдімгі жарнама беру. Туған туысқандардың арасында, WhatsApp'та, статуста, историяда деген секілді. Мен YouTube продюсермен каналымды жүргізіп берем деген. Басында 200 мың, 300 мың, 500 мың жайлап басталады табысың, одан кейін көтеріледі. Сондықтан да бірінші WhatsApp арқылы барлығын танымал етіп алдың, одан келмесе Headhunter деген әйгілі сайт бар, ол жерде қаншама компаниялар өзіне YouTube продюсер, YouTube менеджер, медиа маркетолог іздеуде. Оның барлығы осы мамандық